Сәлеметсіздер ма? Бүгін осындай әдемі розовый түстегі кішкентай ханшайымдарға арналған көрпені тігіп көрсететін боламын. Ол үшін осындай екі түсті матаны таңдап алдым, ақ пен розовыйды. Сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша қалаған түсті қолдана берсеңіз болады. Менде мынау турецкий барқыт матасы, велюр деп те айтып жатады. Осы ақ матаны алып, размері 90-90 квадрат кесіп алдым. Сіз егер кішкентайыңыз үлкендеу болса, размерін өзіңіз қалауыңызша өзгерте беріңіз. Және ол матаның бетіне осындай лазер аппаратымен осылай гүлдерді кесіп алдым. Гүл және көбелек. Көбелек менде екі түрлі көбелек. Осыдан 3 қойдым және гүлдерден қойдым. Гүлдер менде қызғалдақ гүлдері, осылай жасыл матадан жапырақтарын қиып алдым. Гүлдерді егер қолмен кесем десеңіздер де болады. Міне барлығын осылай матаның бетіне үтіктеп жапсырып шықтым. Қалай жапсыру керек екені парақшамда бәрі көрсетілген. Бұның астында паутинасы бар. Міне қарасаңыздар, паутинасы бар. Бетіне марлы қойып үтіктеп алдым. Осылай әдемілеп жапсырып аламыз. Жапсырып болғаннан кейін сарыны сары жіппен, розовыйды розовый жіппен, қызылды қызыл жіппен зигзагтап аламыз. Міне осылай барлық жерін әдемілеп асықпай зигзагтап аламыз. Мінекей бір гүліміз дайын болды. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қызғалдақ емес, өздеріңіздің көңілдеріңіз ұнатқан гүлді де қойсаңыздар болады, немесе басқа да суреттер қойсаңыздар болады. Мен барлығын осылай әдемілеп зигзагтап шықтым. Енді зигзагталған дүниені әдемілеп теріс қаратып үтіктейміз. Болмаса, егер теріс қаратпаймын десеңіздер, осындай марлыны алып, бетіне төсеп үтіктеп алсаңыздар болады. Және мен бұған қосымша осылай қазына есімді ханшайымға тігіп жатқандықтан жастығын қоса тігіп жатырмын. Жастықтың размері, мына шетіне розовый қоямын, мынандай қазына деген есімімен. Жастықтың размері менде 30, ені ұзындығы 50 сантиметр болды. Шетіне 5-5 сантиметрден розовый қоямын. Және де мынау жамылатын көрпенің шетіне де тура осы розовый матасынан қоямын. Міне мына жерге қазынаға тоже осылай әдемілеп розовыйды шетіне қойып шығамын. Міне розовыйды қойып шықтым, қазынаға да қойып шықтым. Мінекей осылай розовый матаны кесіп алдым. Размері 15-15 қып барлығын 15 сантиметрден ұзынша кесіп алдым да осылай тігіп шықтым шетіне әдемілеп. Сонда менде көрпенің размері 1:20-да 1:20 болып тұр. Міне осылай әдемілеп барлығын тігіп болғаннан кейін артына осындай хыбы мата қойып тігетін боламын. Қазынаның шетінде осылай розовыйдан әдемілеп 4 бұрыштап тігіп шықтым. Қазынаның шетіндегі размері жастықтың 5 сантиметрден. Сонда жастықтың размері 40-60 размер болды. Және де жаңағы жамылатын көрпенің шетіне осылай гипюр қойып тігетін боламын. Ол үшін астарын бәрін қосып гипюрді ортасына салып тігемін. Егер сізге қиын болса, бірінші гипюрді айналдырып тігіп алсаңыз болады. Мен жаңағы жамылатын көрпеге таза хыбы матасын, хыбы деп те айтады, сатин деп те айтып жатады. Таза осындай өте качественный жақсы матадан қойып тігіп жатырмын. Балалардың көрпесі болғандықтан сіздерге де осындай жақсы таза матаны ұсынамын. Міне осылай гипюрді бірінші осылай қойып әдемілеп бірінші тігіп алсаңыз болады, егер қолыңыз үйренбеген болса. Мен бірақ осылай үшеуін бірге жаңағы қойып тігемін. Егер сіз олай тіге алмасаңыз, өзін жеке, мына жерде қазір көрсетемін, өзін жеке тігіп алсаңыз болады. Міне мына жерде қарасаңыздар, мен барлығын бірге қосып тіккелі жатырмын. Парақшама тіркеліп қойыңыздар, және де тігінге қызығып жүрген қыз-келіншектер болса, сол кісілерге парақшамен бөлісіп қойыңыздар. Алла қаласа, алдағы уақытта сіздерге ұнаған дүниені салып отыратын боламын. Мінекей, мына жерде мен
гипюрді тігіп көрсетіп жатырмын. Осылай тігіп алсаңыз болады, өзін жеке бөлекші. Міне ашылған кезде осылай тұрады. Егер бәрін бірге тіге аламын десеңіз, осылай мен сияқты үшеуін бірге қабаттап тіксеңіз болады. Міне осылай. Сол кезде жаңағы көрпемізді ашқан кезде мына гипюр ортасында қалып қояды. Оң қаратқан кезде өте әдемі болып шығады. Шетінде гипюрмен әдемі көрпе болып шығады. Парақшама жазылып қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар, және де тігінге қызығып жүрген қыз-келіншектерге жіберіп қойыңыздар. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Мен міндетті түрде барлығын оқимын. Міне мен шетін бәрін айландырып тігіп жатырмын. Гипюр ортада қалып қойды ортасында. Осылай әдемілеп тігіп шықтым, және бір шетін жаңағы қалдырып кеттім. Тікпей. Міне осылай тікпей қалдырып кеттім. Тек қана гипюрін ғана тіктім. Бұл неге? Бұл жаңағы мақта немесе альпалюкс салғанға. Мен бұның ішіне міне оң қараттым. Мен альпалюкс саламын. Мінеге шетінің бәрі осылай болып шықты. Арты осындай әдемі болып, біркелкі әдемі болып, ешқандай жер тартылмай әдемі болып шықты. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді, тігіп көріңіздер. Ештеңеден қорықпай, осылай тігіп көріңіздер. Ішіне альпалюкс салам. Альпалюкс деген не деп жатқан жандарға? Альпалюкс деген бізде мәранос қойдың жүні мен синтепон екеуі араласқан дүние. Оны стиральный машинаға салып жуа бересіздер. Мінеке тігілген дүниені мына жерде видеодан сіздерге көрсетіп жатырмын. Өте әдемі, бір келкі, сондай аккуратны болып шықты. Және де бұның жастығына келетін болсақ, жастығының да артына осылай таза хыбы матасын қойып тігіп аламын. Және де жастықтың ішіне де жаңағы ішіне салынатын дүниеге де сыртын бәрін хыбымен қаптап тігетін боламын. Жастықты видеомен былай көрсеткен жоқпын сіздерге тігілу жолын, өйткені парақшамда жастықтың тігілу жолы өте көп. Замок қалай салу керек барлығын көрсеткен болатын. Және де осы таза хыбы матасынан жастықтың размерінен 5 см үлкен размерде осылай мені холофайбер салып тігіп алдым. Жастыққа да хыбы қолдандым, өйткені кішкентай сәбидің жастығы болғандықтан барлығы таза матадан болсын деп осылай тігіп шықтым. Жастықты қаптадым, осылай әп-әдемі болып шықты. Қатты тығыздаған жоқпын жастықты. Неге десеңіздер, баланың басы қақиып тұрмас үшін. Жастықтың мына беті жаңағы қазына деген жазуымен бұл беті ыстық болады балаға, сол үшін хыбы матасын қолдандым екінші бетіне. Және де бізде альпалюкс деген материал, міне осы материал, бұл синтепонға ұқсайды, бірақ синтепон емес, тығыз болып келеді. Бұл мәранос қойдың жүні араласқан, синтепон екеуі араласқандықтан бұл кішкене синтепоннан қымбатырақ жүреді, және жуылған кезде де барлығына өте жақсы кетеді. Мына жерде мен жаңағы альпалюксті кесіп алдым, размерін 1/20 1/20 етіп кесіп алдым да домалақтап мынаның жаңағы тігілмеген жерінен әдемілеп салдым көрпенің ішіне. Мына жерде қарасаңыздар, альпалюкс материалы жаңағы тіккенге өте қолайлы мата. Сіздерге де осындай ұсынамын. Метрі 1500 теңгеден болады. Алып жаңағы жамылатын көрпе жасасаңыздар болады өздеріңізге. Және де мынау жаңағы альпалюкс салған жерді тігеміз. Хыбыны астына қайырып алдым да, бетіне мына матаны осылай қазір зырылдатып тігіп шығамыз. Және де мына 4 жерінен бұрышынан альпалюксті іліп қоя саламыз. Тігін машинкасымен жүріп өтсек болды бізге. Оны көктеп жүрудің қажеті жоқ, қыздар. Бұл матаның бір жақ жері көктемейсің.
міне осылай жаңағы бұрын көктеп жүретін еді ғой, мынандай жаңағы нелерді ше, мақта салынған жерлерді бұрын апаларымыз бүйтіп көктеп ине жіппен солай жүретін еді ғой. Қазір көктеудің қажеті жоқ, осындай жаңағы тігін машинкаңызбен осылай әдемілеп зырылдатып тігіп шықсаңыз болды. Оның жаңағы ішін ақтарып алып, сыртын бөлек жуып, ішін бөлек алып үйтіп жүрмейсіз. Қазір заман дамыған, осындай мәрәнөз қойдың жүні араласқан осылай альпалюкс материалын аласыз да, осылай ішіне сала саласыз, сөгудің қажеті жоқ. Осы күйінде стиралкаға салсаңыз бітті. Көрпеңіз тап-таза болып шығады. Және де осы 4 шетінен мен жаңағы сыртындағы қабы мен ішіндегі альпалюкс екеуі жылжып кетпес үшін осылай 4 шетінен тігін машинкасымен жаңағы көктеп шығудың орнына үстінен басып тіге салдым 4 шетінен. Ал егер сіз көктем десеңіз, өзіңіз қалауыңыз бойынша 4 шетінен көктесеңіз де болады. Мінекей біздің көрпеміз бен жастығымыз дайын болды. Осылай әп-әдемі дүние болып шыға келді. 4 шетінен осылай әдемілеп көктеп шықтым. Арты міне осылай болды. Таза хыбы матасынан өте әдемі біркелкі болып шықты. Егер қыртыстары, мыжылған жері болса, үтіктеп жіберсеңіз болады. Және де сыйлыққа бергенге, бір жасқа, сондайға өте әдемі дүние болып шыға келді. Кішкентай балапандар болса, осылай сыйлыққа тіксеңіздер немесе сатылымға тіксеңіздер өте керемет. Мінекей бәрі осылай әп-әдемі аккуратно болып шықты. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Мен жасағанды сіздер де қайталап жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Парақшамды қолдап отырыңыздар. Сау болыңыздар.